Ассаламу алейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін мен осындай вареный сгущенкамен өте дәмді шаймен ішуге өте үйлесімді сондай бір орешка, яғни жаңғақ пішнайларын жасайтын боламын. Егжей-тегжейлі қалай аппаратында қалай пісіру керек, қалай жұмсақ етіп пісіру керек, соның бәрін айтатын боламын. Соңына дейін көріңіздер. Алдымен сары майымызды осылайша миксерлеп аламыз. Сосын үстіне қант қосып, қантпен бірге миксерлейтін боламыз. Екі жұмыртқамызды жарып салып жібереміз және аздап бұлғап аламыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Кішкене қопсытқыштан құямыз. Шай қасықтың 1/3 бөлігінде ғана қопсытқышымды салдым. Енді жай әдемілеп қамыр илейтін боламын. Қамырымыздың кейпі осындай жұмсақ, эластикалық болады. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Енді қамырымызды кішкентай бөліктерге домалақтаймыз. Мен осындай таразымен өлшеп көрдім. Бір домалақтың көлемі 5 граммдай болуы қажет. Ал егер сізде таразы болмаса, онда сіз пробныйға осылай пісіріп көрсеңіздер болады. Қанша көлемде алғаныңыз дұрыс екен, сөз білесіз. Енді мен орешница пешінде пісіру ережесін айтып кетейін. Пеш міндетті түрде қызып тұрған болуы қажет, және осылайша пішнайларыңыз формалары дайын болған дұрыс. Бірден тездетіп салып қоясыздар да бетін жаба қоясыздар. Пісу уақыты 1-2 минуттай ғана уақыт алады. Бірақ сіз қарап тұрсаңыздар болады, ашып көрсеңіздер болады, қызарды ма, қызармады ма, сол жағын бақылауға әрине болады. Қызбаған пешке салып, одан кейін қосып қыздырудың қажеті жоқ. Ол кезде пішнайларыңыз түсі қоңыр күңгірт болып, қап-қатты болып қалады. Сонымен қатар пісіріп қойып, тоқтан суырып, бетін ашып қойсаңыздар да ол қатты болып қалады. Осылайша басқа ыдысқа аударып жібересіздер, немесе осындай бір майлыққа аударып қойсаңыздар болады. Аударып жатқан кезде өзімен бірге майы да бөлінеді, маймен бірге ағатын болады. Міне мына пішнайды көрсеңіздер өте керемет дәмді болып шыққан. Міне жұп-жұмсақ сосын. Суыған пішнайларымызды енді салмасын салып, орешканы құрастырамыз қазір. Менің орешкаларымның етегі кеңдеу. Мен өзім сөйтіп жасағанды ұнатамын. Өйткені осылай салманы салып жатқан кезде шеттеріне жағып жіберсеңіздер, бір-біріне жақсы жабысып тұрады. Бірақ етегі жоқ, былайынша домалақ қылып жасауға да болады орешкаларды. Салмасына енді вареный сгущенкадан басқа кәдімгі сгущенканы да қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар басқа да кремдер түрлерін пайдалансаңыздар болады. Ортасына вареньяны да болады. Кейін өзі сол немен тұрып, мысалы бір күн тұратын болса, осы кезде мүлдем жұмсақ болып тұрады пішнай. Егер сізде осындай печенье жасауға бір ой кетіп, аппаратыңыз болып, оны қалай пайдалануды білмей жүрсеңіз, міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасағаннан ақ шығады өте керемет печенькалар. Мен күнде жасаймын енді, күнде болмаса да күн ара жасаймын. Ал сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше менің каналыма тіркеліңіздер. Мені бір қуантып марқайтып қойыңыздар. Рахмет.